Сәлем достар, біз бүгін өте дәмді әрі тез дайындалатын печенье жасайтын боламыз. Ал бастайық. Ең бірінші жұмыртқадан бастаймыз. Жақсылап араластырамыз. Қант қосып, араластыра отырып, жібітілген майымызды қосамыз. Үстіне разрыхитель қосылған ұн қосамыз. Барлығын жақсылап біріктіріп, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. 1 сағат өткеннен кейін тоңазытқыштан алып, үстін безендіреміз. Ол үшін корица мен қантты араластырамыз. Қамырымызды кішкентай қылып домалатамыз да корицаға аунатамыз. Содан 200 градуста қыздырылған духовкаға пісіруге 15 минутқа қоямыз. Біздің дәмді печеньеміз дайын болды.